Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, ерекше, тез әрі жеңіл дайын болатын, балаларға міндетті түрде ұнайтын морква печеньясын әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын арнама жазылып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеоларды біріншілерден болып көресіздер. Ең алдымен бізге 380 грамм қоюландырылған сүт, 450 грамм ұн, 1 шай қасықты толық қамыр қопсытқышы, 200 грамм сары май қажет болады. Ыдысымызға ерітіп суытылған сары майымызды және де қоюландырылған сүтімізді салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышын қосамыз. Және де массамызға ұнымызды салып, жақсылап бір келкі қамыр болғанша илейміз. Артық ұн салудың қажеті жоқ. Өзі жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр бізде пайда болады. Кішігірім жаңғақтың көлемінде етіп, противинге жайғастырып, осылай қолымызбен басып, менде вырезкаға арналған форма, сонымен узор беріп шықтым, және де вилкалармен. Алдын ала 180 градустық пеште қыздырып, 10-15 минут ұстаймыз. Артық ұстаудың қажеті жоқ, печеньелар қызарып, қатты болып қалуы мүмкін. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Печеньелар ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.